Дос деп айтамыз ғой. Мына заманда, дәл қазіргі күнде, адамның ең сенімді досы өзінің әке шешесі ғана. Міне бобадыр ғой өмірде. Қиналған уақытта басына іс түскен кезде достардың барлығы отключен, вне зоны действия жоқ кетеді. Бірақ әке шешесі істі болып қалса да, артынан әйтеуір передачасын алып жүгіріп жүретін сол әке шешесі, жылайтын да солар. Келдің ба, кеттің ба деп, не істеп отырсың деп қадағалайтын солар. Дос қашан дос болады? Артынан дұға жасаса, досының көзіне көрінбей тұрған кезде артынан мақтаса, міне сол кезде шынайы дос болады. Бір дос бар, мұрнынан қан шыққанша, бір дос бар, кеудеден жаны шыққанша деп жатады ғой. Малы таусылғанша дос болып жүретін адамдар бар. Құдай сондайдан сақтасын. Шынымен дос адамдар бір-бірін іздейді, басына іс түссе де, басына қуаныш келсе де, Құдай достығынан айырмасын.